Мэри Кейде біз сау тері туралы ғылымда жылжытамыз. Терінің қартаюы, табиғи қартаюдың және ультракүлгін сәулелері, автомобиль газы, өлшенген бөлшектер секілді сыртқы факторлардың, стресс, ұйқығанбаушылық, тіпті диетаның нәтижесі. Бүгін біз лас ауаның теріге әсері туралы айтып бергіміз келеді. Автомобильдердің, зауыттардың қалдықтары және электроэнергияны өндіру ауаны ластайды. Ауада озон, ауыр металдар және азот диоксидін қоса көптеген зиянды агенттер бар. Мэри Кей зиянды оксиданттардан, қара күйеден, химиялық және органикалық заттардан тұратын 265 микроннан кем бөлшекті, немесе шаш қалыңдығы 20-дан 1 диаметрлі ластаушыларға аса назар аударады. Ластанған ауаның тыныс алу жүйесіне әсері туралы білсек те, біз зертханаларда оның сау теріге негативті ықпалын зерттейміз. Бірнеше зерттеулер нәтижесі ластанған аудандардан тыс жерде тұратындармен салыстырғанда қала тұрғындары көп проблемаларға тап болатынын көрсетті. Осы проблемаларға тері қартаюының ерекше белгілері болып табылатын жіңішке сызықтар мен әжімдер, терінің тегіс емес түсі кіреді. Ауаның ластануы себебі бойынша әлемдік алаңдатушылыққа байланысты Мэри Кей зерттемелер мен әзірлемелер бөлімінің командалары оның теріге негативті әсерін зерттеуде. Әлемдік сарапшыларды осы проблеманы талқылау үшін біз 2018 жылдың мамыр айында Мэри Кей компаниясы демеушілік еткен халықаралық конференция аясында өткен симпозиумға шақырдық. Біз ластанған ауаның теріге әсерін түсінеміз. Сондықтан тері кез келген жаста сау әрі әдем болып қалу үшін жаңа технологияларды әзірлей аламыз. Мэри Кейде біз сау теріні сақтап қалатын құрал жасауға келетін ғылымды жақсы көреміз.